Ертеде үш торайы бар қарт шошқа болыпты. Ол балаларына азық таппаған соң балаларына былай дейді: балаларым, сендер өстіңдер, өздерің азық тауып еркіндеріне жетіңдер деп орманға жібереді. Бірінші торай жалқау болып еңбекпен үй салғысы келмейді. Ол сабаннан үй салады. Ал екінші торай ағаштан үй салады. Ол кірпіштен әдемі қылып үй салғысы келмейді. Үшінші торай кірпіштен әдемі қылып, ішінде мұржасы бар, пеші бар үй салады. Бір күні олардың ормандарына қасқыр келеді. Сабаннан жасалынған үйге қасқыр келіп тоқылдатып айтады: Торай, аш есікті, мен сені жеймін дейді. Торай айтады: ешқашанда есігімді ашпаймын деп айтады. Сөйтіп қасқыр мен үйіңді үрлеп бұзамын деп бұзып жібереді. Сөйтіп Торай кішкентай аяқтарымен екінші бауырының үйіне кіреді. Қасқыр есікті тоқылдатып: Торайлар, есікті ашыңдар дейді. Торайлар ешқашанда есікті ашпаймыз дейді. Қасқыр айтады: мен сендердің үйлеріңді үрлеп бұзып жіберемін деп, қасқыр олардың үйін бұзып жібереді. Екі торай кішкентай аяқтарымен жүгіріп кірпіштен жасалынған үшінші бауырының үйіне кіреді. Қасқыр есігін тоқылдатып былай дейді: Торайлар, есікті ашыңдар, мен сендердің үйлеріңді үрлеп бұзып жіберемін деп бұза алмай қалады. Қасқыр айтады: мен сендердің мұржаларыңа кіріп, сендерді жеп қоямын дейді. Бұны естіген үш торай пештің астына қазанның ішіне ыстық су қойып қояды. Сөйтіп қасқыр түскен соң ыстық суға түседі. Олар қазанның қақпағын жауып қояды. Сөйтіп екі торайлар ойланып, олар да еңбектеніп кірпішпен үй салады.